Сәлем достар, адамдар көбінесе өзіне қатысты емес қайғылы оқиғаларға аса мән бермейді. Сондықтан олар болған кейбір қорқынышты оқиғалар туралы әрдайым біле бермейді. Көбісі ұшақтардан қорқады. Өйткені әрбір әуе апаты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өте кең таралған. Бірақ адам теңіздегі қайғылы оқиғалар туралы не біледі? Мұхиттар мен теңіздер қателіктерді кешірмейді. Олар кейде өте қатал. Бірнеше ғасырлар бойы адамдар онымен күресуге тырысып келеді. Кемелер жақсарып, кеңейе түсуде. Бірақ мұндай кемелердің апатқа ұшырауы көптеген адамдардың өмірін қиды. Көбіміз кеме апаттары дегенде ең бірінші еске түсетіні Титаник. Біз бүгін тарихтағы ең ірі кеме апаттарын қарастырамыз. Титаник тарихи фильмнің арқасында көптеген адамдарға таныс. Ол апат оқиғаларын дәл жеткізеді. Жасалған сәтте бұл кеме әлемдегі ең үлкен болды. Ол бірінші сапарында батып кетті. Титаниктің капитаны мұз туралы ескерту алды, бірақ тез жүруге шешім қабылдады. Өйткені ол максималды мүмкіндіктерін көрсетуге тырысты. Сондықтан айсбергті тікелей көзге түскенде ешкімге ештеңе істеуге уақыт болмады. Соқтығысқаннан кейін бірден әйелдер мен балаларды эвакуациялау басталды. Кеме өзі көп ұзамай жартысынан айырылып батып кетті. Нәтижесінде 712 адам құтқарылды, бірақ 1496 адам солтүстік Атлант суларында қайтыс болды. Бұл Америкада соғыс аяқталғаннан кейін солтүстік пен оңтүстік арасында бұрынғы тұтқындарды тасымалдай бастаған кеме. Ол 276 жолаушыға есептелген. Бірақ оған алғаш рет 2239 әскери тұтқын жүктелген. Кеме мүмкіндігінше шамадан тыс жүктелді. Оған қоса капитан қазандардың біреуін жөндеу туралы механиктердің бұйрығын елемеді. Сондықтан 1865 жылы 28 сәуірде Миссисипи өзенінің ортасында жарылыс болды. Бір қазандық кернеуге төтеп бермеген, ал оның артынан қалған екеуі де. Жарылыс 1800-ге жуық адамның өмірін қиды. От басталды. Көпшілігі өрттен аман қалмады. Суға түскендер жағаға жетуге күш таба алмады. Йола адамдарды Сенегал астанасына апаратын сенегалдық кеме. Алайда бұл жолы 580 жолаушының орнына мұнда 2000-ға жуық адам мінгізілген. Ауыр салмақтың және қатты желдің салдарынан кеме Гамбия жағалауында 2002 жылдың 26 қыркүйегінде аударылды. Кеме тез батып кетті. Шамамен 5 минут ішінде 1863 адам қашып құтыла алмады. Бұл француздардың көмекші кемесі. Ол жарылғыш заттарды тасымалдаған. Бұл оқиға Галифакста жарылыс ретінде белгілі. Канаданың бір қаласындағы портта басқа кемемен соқтығыс салдарынан өрт шықты. Содан кейін жарылыс болды. Оның күшті болғаны соншалықты тек кеме ғана емес, сонымен қатар порт пен қаланың жағалауындағы аудандары да бүлінген. 2000-ға жуық адам қайтыс болды. Одан да көбі зардап шеккен. Бұл оқиға ең қуатты жарылыстардың бірі болды. Ория кемесі. Бұл неміс кемесі итальяндық тұтқындарды отанына қайтару үшін пайдалануды шешті. Кемеде 4046 итальяндықтар, бірнеше неміс күзетшісі, қауіпсіздік үшін жолаушылар мен экипаж отырғызылды.
1944 жылы 12 ақпанда дауыл басталып, кеме Эгей теңізіндегі тастарға соғысуына мәжбүр болды. Басқа кемелер құтқаруға келесі күні ғана келді. Сондықтан тек 28 адам құтқарылды. Қалған 4074 адам қаза тапты. Дония Пас кемесі филиппиндік кеме болып табылады. Ол Манила, Катбалаган, Таклобан бағытында жүзді. Кешке қарай ол бензин мен басқа да мұнай өнімдерін тасымалдайтын танкерге соғылды. Танкердегі барлық зат судың бетіне төгіліп, нәтижесінде өрт шықты. Кемеде экипаж бағындыра алмаған дүрбелең басталды. Олар құтқарушы курткаларды да бермеді. Өйткені олар сақталған жердің кілтін таба алмады. Қашуға тырысқан адамдар суға секірді. Егер олар оттан құтылса, бұл жердегі көптеген акулалардан құтқарылмады. Екі суға батқан кемеден тек 26 адам аман қалды. Көптеген мәйіттер ешқашан табылмады. Бұл жағдай бүгін бейбіт кезеңдегі ең ірі кеме апаты болып саналады. Бұл жүк кемесі теңіздегі әскери кеме болып саналады. Апат болатын күні онымен әскерилерді қауіпсіз жерге тасымалдады. Сонымен қатар оқ-дәрілер және бензин тиеген еді. 1948 жылы 1 қарашада өрт шығып батып кетті. Олардың себептері туралы әлі де пікірталас бар. Кейбіреулер оны суға батырды дейді. Басқалары бұған палубаның астындағы сарбаздардың темекі шегу себеп болған дейді. Билік бұл апат туралы барлық ақпаратты әлі күнге дейін жасыруда. Сондықтан қаза болғандардың саны 2000-нан 6000 аралығында. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.